Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз иллюстратор бағдарламасы арқылы осындай жұлдыз жасаймыз. Яғни бұл жұлдыз өте күшті негізі. Көп жерде қолданады. Давайте осыны қалай жасау керек екенін үйренеміз. Бұның жолы көп негізі. Өшіріп тастаймыз. Бүйтеміз. Круг создавать етіп аламыз. Круг создавать етіп алдық. Alt кнопкасын ұстап тұрып копировать етеміз. Осы пересечение қыламыз. И тоже екеуін белгілеп алып, тоже пересечение қыламыз да. Бәрін белгілейміз. Мына жерде инструмент создание фигур деген басамыз. Айналдырамыз. И ортасын басып жібереміз. И сыртын Alt кнопкасын ұстап отырып өшіреміз. Мінекей. Енді ішіндегісін цветін осылай өзгертіп қоямыз. Достар, мінекей. Қараңыздар, біздің жұмысымыз дайын болды. Немесе бұлай жасасаңыздар болады, сыртын обводкасын өшіріп тастайсыздар. Жоқ, өшірмей қойыңыздар. Осылай қала берсін. Осылай легкий сабақ болды. Жалпы бұны көп жерде өзім қолданам. Сіздерге де пайдалы болсын деп, болсын үйретіп отқам. Азаздан үздіксіз осылай иллюстраторда үйрене беріңіздер. Құдай қаласа жақсы дизайнер болып дами бересіздер. Дизайнда негізі көп нәрседе тұрақтылық өте маңызды. Күн сайын азаздан жай дамып отыра беріңіздер. Құдай қаласа жақсы дизайнер болып атанасыздар. Жарай, жақсы, сау болыңыздар.